Сәлем достар, сіздермен Гүлсана. Бүгін біз сіздермен қаймақты бәліш дайындаймыз, немесе сметаник деп аталады. Міне мұнда бізге ұн керек. Мұнда мен үстіне қопсытқыш салып қойдым. Май, қант және бір жұмыртқа. Бұл бәліштің қамырына арналған нәрселер. Мұнда бізге енді салмасына 4 жұмыртқа керек, 500 грамм қаймақ. Не қаймақ 20% және де 100 грамм қант керек. Енді қамырымызды дайындауға кірісеміз. Майды, қантты және ұнды салып, барлығын жақсылап араластырамыз және қолмен осылай үгітеміз. Немесе блендерлермен де үгітуге болады. Блендермен міне бізде осылай болып шықты. Енді үстіне бір жұмыртқа қосып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз осындай болып шықты, жұп-жұмсақ. Енді бұны біз өзіміздің формамызға осылай жайып шығамыз. Жайып шыққаннан кейін міне салмасын дайындаймыз. Қаймақ саламыз, жұмыртқаны саламыз және қантты салып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Алдын ала духовкамызды жағып қоямыз, 180 градусқа қызып тұрсын. Міне біздің салмамыз осында дайын болды. Енді жаңағы формамызға салмамызды құямыз. Міне осылай құйып шықтық. Енді духовкаға жібереміз 30-40 минутқа. Міне осылай бізде пісіп шықты. Мына жерге мен қант ұнтағын септім үстіне. Сіздерде қант ұнтағы болмаса, міндетті емес. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, күшті болып шығады, нежный өте сондай, дәмді, күшті болып шығады. Дәмі деген тамаша. Каналыма тіркеліңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Алда жақсы рецепттермен бөлісемін. Ас болсын.